бүгін ол зипа логистикс үшін қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар бойынша ашық жиын форматында қоғамдық тыңдаулар өткізіп отырмыз. Қоғамдық тыңдауларға ауыл тұрғындары, тапсырыс беруші, жоба орындаушылары және барлық мүдделі тараптардың өкілдері қатысып отыр. Жұмысты жүргізу үшін қоғамдық тыңдаулардың қатысуын сайлау қажет. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушы ретінде ИП Деревянкин, экологы Байжұманов Ерік Олтықхановичті ұсыну жөнінде ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бар ма? Дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар болса, қоғамдық тыңдаулардың қатысуын жұмыс орнына жайғасуын сұраймыз. Құрметті қатысушылар, Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2025 жылғы 3 тамыздағы 286 бұйрығымен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес барлық қажетті рәсімдер орындалды. Міндетті келіссөздер жүргізілді. Тыңдау материалдарымен танысуға ашық қолжетімділік қамтамасыз етілді. Тыңдауды бастамас бұрын тыңдау тілін таңдайық. Ұсыныс қазақ тілінде болса. Бәрі бірге. Қарсы ешкім жоқ. Келесі жұмыс регламентін ұсынамын. Жобаны ИП Деревянкин, экологы Садықов Шыңғыс Жамбыл таныстырады. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық қатысушылар, есімім Садықов Шыңғыс Жамбыл болады. Мен осы жобаның әзірлеушісі болып табыламын. Бүгінгі қоғамдық тыңдауға зипа логистик мекемесі үшін қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсат алу жөнінде құжаттамалар топтамасы ұсынылып отыр. Жалпы қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес ашық жиналыс түрінде өткізілді. Қарастырып отырған объектіміз Астана қаласы, Алматы ауданы, Ақжол даңғылы 97/4 учаскесі бойынша орналасқан. Жалпы осы жұмыстың негізгі мақсаты, алдымызда көрсетілген слайдта қарасаңыздар, негізгі мақсаты атмосфералық ауаға шығарылатын ластаушы заттардың сандық және сапалық сипаттамаларын анықтау, рұқсат етілген шекті шығындылардың нормативтерін белгілеу, сондай-ақ оларды сақтау және бақылау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу болып табылады. Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың рұқсат етілетін шекті шығарындылардың нормативтері осы кәсіпорын үшін алғаш рет әзірленіп отыр. Жобаның негізгі міндеттері: атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың сандық және сапалық құрамын анықтау, қоршаған ортаға әсерді төмендету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, кәсіпорынның Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкестігін бағалау, және кәсіпорынның негізгі қызметін айта кетсек, қарастырып отқан мекеме құрылыс материалдарын өндіру бойынша айналысады. Атап айтқанда, КК сериялы жабын плиталары және бетоннан жасалған қаптау кірпіші тауарлық бетонды өндірумен айналысады. Объектінің негізгі санаты Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 2-ші қосымшасының 2-ші бөлімінің 7-16 тармақшасына сәйкес құрылыс саласында пайдаланылатын бетон бұйымдарын және оның ішінде автоклавты пайдалана отырып силикат кірпішін өндіру объектісі болып табылады, және объект 2-ші санатқа жатқызылады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес, ДСМ 2-ші бұйрығына сәйкес, объектінің санитарлық қауіптілік класы 2-ші класқа жатады, және де оның санитарлық қорғаныш аймағы 500 метрді құрайды. Санитарлық қорғаныш аймағы шегінде тұрғын аймақтар орналаспаған. Жалпы айта кетсек, кәсіпорын қарастырылып отырған аумақта 2022 жылғы 10 маусымдағы нөмір 159-шы қосалқы жалдау шарты негізінде қызметін жүзеге асырады. Жалпы ауданы 0,78
0,78 гектарды құрайды. Бұл учаскені инспекторын плюс жеке шаруашылық мекемесінен жалға алынады. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты құрылыс материалдарын өндіру үшін арналған өндірістік цехтарын салу болып табылады. Кәсіпорынға шектес аумақта ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, мемлекеттік табиғи қорықтар, сәулет ескерткіштері және тұрғын аймақтары орналаспаған. Ең жақын тұрғын үй құрылысы шығындылардың ең шеткі көзі номер 611 инертті материалдарды сақтау алаңынан оңтүстік бағытта 550 метр қашықтықта орналасқан. Алдарыңызда көрсетілген бейнеге байланысты бұл жерде объекттің орналасқан орны қызылмен белгіленген. Және де одан оңтүстік бағытта 550 метрде ең жақын жекеменшік жылы сектор көрсетілген. Яғни бұл дегеніміз мекеменің Қазақстан Республикасының санитарлық заңнамасына сәйкес санитарлық қорғау аймағы 500 метр болса, ал жақын орналасқан аумақ 550 метрде. Яғни бізде санитарлық сақтау қоршау белгісі сәйкесінше 500 метрден артық болады. Жалпы объектіге ең жақын орналасқан өзен ол Ақбұлақ өзені болады. Ол өндірістік базаның солтүстік батыс жағынан 1500 метр астам қашықтықта өтеді. Объект су қорғау аймақтары мен су қорғау белдеулерінен тыс орналасқан. Жалпы қарастырылып отырған объекттің қысқаша сипаттамасынан тоқтала кетсек, Зипа логистик мекемесінің негізгі бағыты ол құрылыс материалдарын өндіру болып табылады. Оның ішінде жаңа айта кеткеніміздей жабын плиталары, бетоннан жасалған қаптау кірпіші және тауарлық бетон болып табылады. Алдарыңыздағы бейнеде көрсетілген бойынша ең жалпы жұмыс орнының қуаттылығын тоқтала кетейік. Бұл жерде ПК серия плитасының жылына 4000 бүйім өндіреді. Оның егер салмағына өлшейтін болсақ, 15.000 тоннаны жылына өндіретін болады. Бетоннан жасалған қаптау кірпішін өндіру жылына 2.800.000 дана болып табылады. Тауарлық бетон өндіру жылына 20.000 құрайтын болады. Өндірістік цех екі өндірістік желімен жабдықталған, номер 1 және номер 2. Бұл желілер бетон қоспасының өздігінен дайындауды қоса алғанда темір бетон бұйымдарын өндірудің толық технологиялық циклін қамтамасыз етеді. Технологиялық процесс арматура қаңқаларын дайындаудан басталады. Арнайы арматура станоктары диаметрі 12-14 мм болатын А3 класты арматурадан қаңқалар құрастырылатын болады. Сонымен қатар диаметрі 5 мм сымнан спиральді арматура дайындалады. Арматура элементтері арнайы MR3 маркалы электродтарын пайдалана отырып, қолмен доғалық дәнекерлеу арқылы бекітілетін болады. Жалпы электродтардың жылдық шығыны 1000 кг құрайды. Дайындалған арматура қаңқалары металл қалыптарға орналастырылады. Пластикалық бекіткіштердің көмегімен бетонның қажетті қорғаныш қабаты қамтамасыз етіледі. Бетон қоспасы кәсіпорын алымағында дайындалатын болады. Және де бұл жерде тоқтала кетеді, құм мен қиыршық тас, яғни песок, шем, бұл тас фронталды тиегіш арқылы көлемі 30 метр куб болатын қабылдау бункерлеріне беріледі. Сонымен қатар осы өндіріс аумағында 20-20 метр болатын шатыр астындағы ашық инертті материалдар қоймасы қарастырылған. Одан ары қарай материалдар тасымалдау конвейері арқылы бетон араластырғышқа жеткізілетін болады. Цементтің көлемі 50 метр куб болатын силоста сақталады және салмақтық мөлшерлегіш арқылы бұрандалғыш ниетпен араластырғышқа беріледі. Сонымен қатар араластырғышқа су мен химиялық қоспалар мөлшерлеу жүйесі арқылы берілетін болады. Яғни бүкіл пропорциялды құмның қаншалықты, шелінің қаншалықты, оның барлық пропорция арқылы цементті соған сәйкесінше беріліп, стандартқа сәйкес жабын плиталары өндірілетін болады. Келесі слайдқа тоқтала кетсек, бұл жерде жалпы осы бұйымдарды қатаю процесі, яғни біз қалыптарға құйдық, одан кейін дайын өнімді қатаю процесі жылумен және ылғалмен өңдеу арқылы жүргізілетін болады. Бұл мақсатта біз бұл өндіру үшін E1.0
09 маркалы бу қазандығын қолданатын боламыз. Жалпы осы қазандықтың түтін мұржасының биіктігі 13 метр құрайды. Қыс мезгілінде инертті материалдар жылыту үшін қосымша құм қыздырғыш пайдаланатын болады. Бұйымдардың қажетті беріктікте жету уақыты орта есеппен 7 сағат құрайды. Яғни бетонный изделие деп ойлаймыз, жабын плиталар құйылғаннан кейін 7 сағаттың ішінде оны кептіру арқылы біз дайын өнімді алатын боламыз. Соның барлығына бізге 7 сағат уақыт жеткілікті. Яғни бұл тек жаңа пеш арқылы бу беріп, оны кептіру мақсатында. Одан кейін бұйымдар қалыптан шығарылып, электрлі крандармен арнайы тасымалдау арбалар арқылы дайын өнім қоймасына жеткізілетін болады. ПК сериялы плиталардың басқа кәсіпорындарда бетоннан қаптау кірпіші және тауарлық бетон өндіріледі. Бұйымдардың беріктігін арттыру үшін металл арматуралар элементтері пайдаланылатын болады. Сонымен қатар кәсіпорында арматураны июге, кесуге және шабуға арналған жабдықтармен қамтамасыз етілген механикалық шеберхана орналасқан. Дайын өнімдерді таңбалау үшін, яғни бізде дайын өнім шығады, кепкеннен кейін оған арнайы краска PF115 маркалы бояу қолданып, оған маркировка қойылатын болады. Бояудың жылдық шығыны 100 килограммды құрайтын болады. Кәсіпорында электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету үшін, яғни аварийный ситуацияларда свет өшіп қалған жағдайда бізде резервті дизель генератор қолданылатын болады. Оның қуаты 80 киловатт, 6 дизельді генераторы қарастырылған. Апаттық жағдайда генератордың жұмыс ұзақтығы жылына 24 сағаттан аспайтын болады. Кәсіпорынның ішкі қажеттіліктері үшін электр шынжыр табанды кран пайдаланады. Жабын плиталардың тасымалдау 2 электрлі кран арқылы жүзеге асырылады. Осылайша кәсіпорында бетон қоспасын дайындаудан бастап, арматура қаңқаларын өндіру, қалыптау, жылумен және ылғалмен өңдеу, дайын өнімді сақтау жұмыстарына дейінгі толық өндіріс циклі осылайша жүзеге асырылатын болады. Және де бізде бетоннан қаптау кірпішін өндіру технологиялық процесіне тоқтала кетсек, бұл жерде бізде ең алдымен шикізатты дайындайды. Өндірісте цемент, ұсақталған тас материалы, су және пигмент пайдаланатын болады. Шикізат алдын ала ұсақтау және елеу процесінен өткізіледі. Ұсақ түйіршекті қоспаға дайындалатын болады. Келесі кезеңде осы шикізатта біз бетон қоспасын қосамыз. Компоненттер белгіленген технологиялық пропорцияларды араластырады. Цемент мөлшері қоспаның шамамен 10-15% құрайтын болады. Қажетті түсті алу үшін су мен пигментті қосылатын болады. Дайын қоспа жартылай құрғақ күйде болып, қысқан кезде өз пішін сақтау үшін гиперпресстеуден өтетін болады. Және де осы кәсіпорынның аумағында шекаралас орналасқан мекемелерге тоқтап кететін болсақ, мекеменің солтүстік жағынан көршілес металл формер мекемесі орналасқан, шығыс жағынан спектрум плюс жеке шаруашылық серіктестігі орналасқан, оңтүстік жағынан болашақ электрик кәсіпорны орналасқан, яғни сол кәсіпорынның аумағы. Батыс жағынан бос жатқан құрылыс салынбаған аумақ кездеседі, әрі қарай Қарашығанақ көшесі орналасқан. Ең жақын тұрғын үй бағана айта кеткеніміздей 550 метр қашықтықта орналасқан. Жалпы біздің жоба бойынша келесі нормативтерді белгілеу ұсынылады. Яғни кәсіпорын бойынша барлық жылдық шығындардың көлемі 6,935 тоннаны құрайтын болады. Оның үшін айта кетсек, қатты заттар 3,576 тоннаны құрайды. Сұйық және газ тәрізді заттар 3,359 тоннаны құрайтын болады. Жалпы осы эксплуатация дейміз, пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздеріне тоқтала кетсек, жаңа жалпы процесс бойынша түсіндірдім. Қазір атмосфералық ауаны ластайтын негізгі көздерді тоқтала кетсек, негізгі шығындардың көздеріне, яғни бұл жерде бетон қоспасын дайындау учаскесі, инертті материалдарды сақтау және теу түсіру алаңдары болып табылады, дәнекерлеу жұмыстары, металлды механикалық өңдеу, қазандықтың жұмысы, резервті дизельді генератордың жұмысы, дайын өнімді таңдалау, яғни маркировка, кәсіпорындар аумағында техниканың қозғалысы жасады.
Бетон қоспасын дайындау кезеңінде шаңның негізгі көздері құм мен қиыршық тасқа арналған қабылдау бункерлері, материалдар тиеу түсіру тораптары, конвейер және бетон араластырғыш тиеу процестері болып табылады. Негізгі бұл жердегі учаскедегі ең ластаушы зат ол бейорганикалық шаң болып табылады. Ол цемент шаңынан, құм және қиыршық тас шаңынан тұрады. Инерттік материалдар сақтау алаңында шығындылардың құм мен қиыршық тасты сақтау, тиеу және фронталды тиегішпен тасымалдау кезеңінде түзілетін болады. Бұл шығындылар ұйымдастырылмаған сипатқа ие болады. Негізінен бетон қоспасын қалыптарға құю және оны вибраторлармен тығыздау барысында цемент шағының аэрозольдері түзілетін болады. Арматура қаңқаларын дайындау кезінде қолмен доғалақ және газбен дәнекерлеу жұмыстары жүргізіледі. Осының нәтижесінде атмосфералық ауаға темір оксидтері, марганец және оның қосылыстары, азот оксидтері, көміртек оксиді және дәнекерлеу аэрозольдардың басқа компоненттер бөлінетін болады. Бұл шығындылар өндірістік ғимараттың жалпы алмасу, желдету жүйесі арқылы сыртқа шығарылатын болады. Яғни жаңа атап өткен екі цехте бізде приточная вентиляция және вытяжка орналасқан. Жаңа атап өткеніміздей бізде жалпы осы ұйымдастыру кезеңінде айта кеткеніміздей жаңа бу қазандығы бар дедік. Бұл бу қазандығы бізді өндірісті бумен қамтамасыз ету үшін арналған. Оның түтін мұржасының биіктігі 13 метрді құрайды. Және де қосымша резервті генератор свет өшкен жағдайда. Және де келесі ластаушы зат көзі ол дайын өнімді краскілеу кезінде. Яғни краскілеу дегенде толықтай краскілеу емес, тек маркировка кезінде PF115 маркалы бояу қолданылады. Бұл маркировка жасаған кезде ауаға лакокрасканың шығындылар шығатын болады. Жалпы алғанда кәсіпорын қызметі барысында түзілетін негізгі ластаушы заттар ол бейорганикалық шаң, азот оксидтері, көміртек оксиді, металл қосылыстары және осы органикалық қосылыстар жататын болады. Шығындылардың құрамы темірбетон бұйымдарын өндірудің технологиялық операцияларымен және қосалқы жабдықтардың жұмысымен айқындалады. Осы жұмыс барысында пайда болатын қалдықтарға тоқтала кетсек, бұл жерде қатты тұрмыстық қалдықтар, яғни адамдардың жұмыс істеу барысында твердый бытовой отход пайда болады. Оның жалпы көлемі 1,105 тоннаны құрайды. Бұл қалдықтар металл контейнерде уақытша сақталады және ары қарай тұрмыстық қалдықтар полигонына тапсырылатын болады. Және де сыпырынды дейміз, бұл смет территорий. Бұл жерде бізде жылына 10 тонна қалдық түзілетін болады. Бұл қалдықтарды жаңағы металл контейнерлерге сақтап, одан кейін қосалқы договорлар арқылы полигондарға жіберілетін болады. Және біз атап өткендей жаңа дәнекерлеу учаскесі бар мекеменің ішінде. Сол дәнекерлеу учаскесінен электродтардың қалдықтары пайда болады. Оның жалпы жылдық көлемі 0,15 тоннаны құрайды. Қалдықтардың металл контейнерде уақытша сақталып, және артынан қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына немесе арнайы договормен, қосымша келісім шарттармен басқа мекемелерге тапсырылатын болады. Және де лак бояу материалдарының қалдықтары ол жылдық түзілу көлемі 0,10-75 тоннаны құрайды. Уақытша сақтау контейнерлерін сатылады, және де арнайы келісім шарт бойынша утилизацияға немесе полигондарға жіберілетін болады. Жалпы өндірістік тұтыну және қалдықтардың түзілу көлемі 11,10-725 тоннаны құрайды. Жалпы осы жобаны жасау барысында дисперсиялық есептеу нәтижелері көрсетілген болатын. Ластаушы заттардың атмосфералық таралу есептеу нәтижелерін талдау, тұрғын аймаққа барлық ластаушы заттар мен суммация топтар бойынша жерге
жақын қабаттағы ең жоғары концентрация бір шекті рұқсат етілген концентрациядан аспайтын көрсетті. Алдарыңызда көрсетілген кескін бойынша таблицада бұл жерде бізде сызды деп тұр және жылай зона деп тұр. Жалпы осы рассеивание дисперсиялық есептеу нәтижесіне сәйкес санитарлық қорғаныш аймағының шекарасында ең жоғары концентрация азот диоксиді бойынша анықталды. Ол 0,100-166 шекті равал көрсеткішті құрайды. Концентрациясы бір шекті равал көрсеткіштен және одан жоғары болатын ластаушы заттар анықталған жоқ. Осыған байланысты әсер ету аймағы санитарлық қорғаныш аймағының шекарасымен шектеледі. Тұрған аймақта ең жоғары концентрациялар ол азот диоксид 0,134 шекті равал көрсеткішті құрайды. Және бейорганикалық шаң 0,186 шекті равал көрсеткішті құрайтын болады. Өндірістің ең жоғары жүктемесі кезінде де барлық есептік концентрациялар белгіленген нормативтерден аспайтын болады. Осыған байланысты жоба бойынша ұсынылған эмиссия нормативтері 2026 жылға арналған күтілген нормативтер ретінде қабылданып отыр. Жалпы жобаның жергілікті қоғамдастыққа және адам денсаулығына тоқтала кететін болсақ, атмосферада ластаушы заттардың таралуы жаңа айта кеткеніміздей санитарлық қорғау аймағында бір шекті равал көрсеткіштен аспайтын болады. Объект аумағында және жақын жерде демалыс аймақтары, шомылу орындары, орман алқаптары және ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер жоқ. Жоспарланып отырған қызмет жергілікті халықтың өмірі мен денсаулығына әлеуі әсер етпейді. Яғни сонымен қатар ауданның дамуы мен игерілуі нәтижесінде өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін оң серпінмен сипатталып, болашақта халықты жұмыспен қамту мәселесін жақсартуға мүмкіндік береді. Жалпы жоғарыда баяндалған негізге ала отырып, жоспарланып отырған қызметтің қоршаған ортаға әсері елеусіз деп бағаланады және қоршаған орта сапасының экологиялық нормативтерін бұзу тәуекелдерін туындатпайды деген қорытынды жасауға болады. Жалпы осы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары көрсетілген алдарыңызда. Осы іс-шаралар негізінде осы жабдықтарды жүйелі түрде техникалық байқаудан өткізіп отыру, ақаулы материалдар мен жабдықтарды уақытынша регламент бойынша ауыстырып отыру, жарамды техниканы ғана пайдалану болып табылады. Пайдаланудың сенімділігін қамтамасыз ететін материалдар мен жабдықтарды қолдану. Бұл іс-шаралар осы мекеме бойынша арнайы жобаға енгізіліп бекіткен болатын. Және де әзірленген табиғат қорғау іс-шараларының пайдалану мерзіміне арналған жоспарына сәйкес келесі тармақтарды орындау қарастырылған. Бұл жерде бізде бақылау жоспар кестесіне сәйкес нормативтердің сақталуын бақылау болып табылады. Шығындылар көздеріне аспаптық өлшеулер жүргізілу болып табылады. Және де жаңа айта кеттік, бұл жерде әлеуметтік экономикалық жағдайына оң әсері төмендегідей болады. Яғни жаңа жұмыс орындарының ашылуы мүмкін, кәсіпорындағы еңбек жағдайларының жақсаруы, өңір экономикасына қосатын үлесін айта кетсек, ол жергілікті бюджетке түсетін салық түсімдердің ұлғаюы және де осы кәсіпорынға байланысты сабақтас салалардың дамуы, яғни логистика, құрылыс материалдарын өндіру бұл сабақтас салалардың дамуына алып келеді. Жалпы қорытай келгенде қоршаған ортаға құрамдас бөліктердің әсерін зерттеу, келесідегідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Яғни қарастырылған экологиялық шаралар жоспарланған жұмыстардың параметрлерінің рұқсат етілген санитарлық гигиеналық және экологиялық стандартқа сәйкестігін қамтамасыз етеді. Жобалық шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған ортаны қорғау шараларын ескере отырып, қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсері шамалы деп бағаланады. Және де бұл жерде айта кететін, бұл жерде экологиялық тепе-теңдік бұзылу болмайды. Біріншіден, және технологиялық тәртіптер сақталған және Қазақстан Республикасы норматив құжаттары мен табиғатты қорғау заңнамасы сақталған жағдайда
қосымша антропогендік жүктеме қоршаған ортаның қазіргі жағдайын айтарлықтай нашарлығына алып келмейді. Жалпы осы материалдар әсер етуге экологиялық рұқсат алу мақсатында мемлекеттік экологиялық сараптамасына жіберілген болатын. Сол мақсатта біз сіздердің алдарыңызда арнайы кәсіпорынның жұмысымен таныстырма жұмыстарын жасап, және проект бойынша жобаны бүгінгі ашық жиналысқа таныстырып отырмыз. Жалпы мен мекеме бойынша, проект бойынша баяндамам осы. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Шындық Жамбылұлы, рахмет көрсеткен презентацияңызға. Ұсынылған материалдарды талқылауға көшуді ұсынамын. Құрметті қоғамдық тыңдауға келген қатысушылар, қаралып отырған материалдар бойынша сұрақтарыңыз болса, сондай-ақ ескертулеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, білдірулеріңізді сұраймын. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Аты жөнім Сасанова Жұлдыз Бүркітқызы болады. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы, Астана қаласының. Сіздердің жобаларыңыз бойынша бірнеше сұрақтарым бар еді. Бірінші сұрағым, сіздер және айтып өткендей бетон материалдарын жасайтын ұйым болып тұрсыздар, иә? Иә. Шикізатты қайдан алып келесіздер? Материалдарды, цемент, құм деген секілділерді. Екінші сұрақ, жәнегі бу қазандығы қалай жұмыс істейді? Қандай отын қолданылады? Одан кейін үшінші сұрақ, пылегазоулавливающий установка дейміз, шаң, тозаң ұстап алатын қондырғылар бар ма, қарастырылған ба? Өйткені сіздерде шаң және цехтарда көп превышение бар екен, және недерде көрсеттіңіз ғой өзіңіз. Қандай іс-шаралар қолданылады бұл жерде? Қондырғылар бар ма? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ бойынша мекеменің представителі жауап берсек, материалдар қайдан алады? Астана рұқсат болса осы айтам. Бетон материалдар біз қазір спектрум плюстар сатыламыз. Бетон материалдары будущем келесі жылда песок, щебень, цемент қарағандан, щебень свой завод Шортандан, песок тоже под Астаной будем закупать. Пока что бетон только закупной будет первое время. Готов бетон. Бізде проект бойынша негізі бүкіл бетон жұмыстары осы кәсіпорында жасалады деп көрсетілген. Яғни щебень, песок, цемент барлығы осы Астана қаласының төңірегінен қабылданады. Және де дәл қазіргі сәтте объект іске қосылған кезде уақытша спектрум компаниясынан дайын бетон өнімі алынатын болады. Негізгі проект бойынша алдағы уақытқа жоспарланған үшті объекттің өзінде барлығы сол жерде дайын болады. Екінші сұрақ бойынша бу қазандығы көрдіңіз. Бу қазандығы паровой котел. Ол газбен жұмыс істейтін болады. Ол жерде табиғи газбен, иә. Ол жерде дизель отыны немесе де басқа альтернативті отын көздері қарастырылмаған. Үшінші сұрағымыз бойынша арнайы фильтр будет устанавливаться на цементный силос. Бұл жерде бізде превышение жилая зонада санитарлық қорғау аймағында ешқандай превышение жоқ. Бізде тек қана рабочий прямоугольниктің ішінде ғана болады. Яғни сол мекеменің ішінде рабочий прямоугольникте шаң болады. Ол шаңның кезеңінде бізде арнайы аспирациялық маскалар қолданылатын болады жұмысшылар, чтобы адам денсаулығына зиян келтірмес үшін. Және де арнайы фильтрлер ол цементті силистарында қолданылатын болады.
Жақсы, рахмет, түсінікті. Тағында кімде қандай сұрақтар бар, таныстар бар? Жоқ, ол координаттарында. Управление. Егер сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болмаса, талқылау аяқталды, ескертулер жоқ, қоғамдық тыңдауларды өтті деп есептеуді ұсынамын. Қоғамдық тыңдаулар аяқталды деп жариялаймын. Баршаңызға атқарған жұмыстарыңыз үшін рахмет. Жобаны әзірлеуші 2 күннің ішінде протоколды жасап, видеосымен бізге ұсынуларыңызды сұраймыз. Хорошо, жас. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ладно,